Бүгін сіздерге заказға жасап жүрген оңай дәмді самсаның рецептіне бөлсем. Мұздатқышқа бір айға дейін қатырып тастауға да болады. Парақшама тіркеліп рецептін сақтап алыңыздар. Салқын сармайды ұнға үккіштен өткізіп тошка жасаймыз. Оған жұмыртқа, салқын су, тұз, қаймақ қосып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Илеп болған қамырды тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сиыр еті мен ұсақтап тураған пиязды қосып, татымына қарай тұз бош қосамыз. Тоңазытқышта 1-2 сағаттай демалған қамырымызды қалауыңызша өлшеп аласыздар. 30-40 сантиметр шамасында өлшеп аламыз. Ортасына салмамызды салып, қамырдың шетін жақсылап бітеп, осылай видеодағыдай етіп бекітеміз. 180 градус қызған пеште қызарғанша, дайын болғанша пісіреміз. Бұл самсаны 1 айға қатырып тастасаңыздар да болады. Баршаңызға ас болсын. Ютубтан мен пайдалы рецепт деп тересіздер. Лос-Анджелес қаласы бойынша осындай самса, манты, плов, басқа да тағамдарға заказ қабылдаймын.